Менің жасым 25-те. Кезінде Шымкент қаласынан арман қуып, ару қала Алматыға келдім. Ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғарғы балл жинап, Қазақ ұлттық университетіне журналистика факультетіне грантпен түстім. Басында барлығы тамаша болды. Өзім негізі көрсе ел қызғарлықтай сымбатты қызбын. Көп жігіттер сөз салды, бірақ тәкаппар болып ешбіріне қарамадым. Солай уақыт өте екінші курсқа өткенде киноға түсу туралы ойланып, кастингтерге қатыса бастадым. Бағыма орай тамаша фильмде қосалқы рөлде ойнайтын болдым. Сонымен күнделікті кино түсірілімдеріне барып жүрдім. Тамаша сәттер еді. Әлгі біздің киномызды қаржыландыратын Алматы қаласында атағы бар 46 жастағы бизнесмен кісі еді. Содан бір күні ол да түсірім алаңына келді. Өзіне қыз таңдауға келгендей барлығымызға бастан аяқ қарап шықты. Содан маған көзі түсіп, ұзақ қарап кетіп қалды. 2-3 күннен соң қызықты оқиғалар басталды. Керемет гүл шоқтары, асыл тасты бұйымдар. Ол әрине өзі әкелген жоқ, жүргізушісінен беріп жіберді. Осылай 2-3 айдан әбден еркелетіп, бауырда басып қалдым. Қысқасы, арада қалай уақыт өткенін білмей, оның төсегінен бірақ шықтым. Сірә байлығына басым айналған болар шамасы. Содан біз бейресми үйлендік. Екінші әйелі болдым. Оның әйелі мені жек көретін, тіпті мені өлтіртпекші де болды. Ол әйелмен бірге тұрды, алмаған қаладан үй алып берді. Өзі күніге келіп тұрды. Қазіргі таңда есімді жия келе өз ісімнен үй аламын. Тастап кеткім келеді. Ол кісіден жеркеніп тұрамын. Айналамда қаншама жас жігіттер жүр. Ішім удай ашиды, ойлансам. Ақшаны да мәнісі кетті. Үйден шығармайды мені. Басқа біреумен жүріп қоясың деп. Есік алдында күзетші. Шаршап кеттім. Телефонды көтермей қойсам айқай, ұрыс, тіпті ұратынды шығарды. Жек көріп кеттім. Ажырасамыз деп айтсам, отбасымды құртып жіберем дейді. Амал жоқ, отбасын үшін төзімдемін. Мен ол кісі үшін тек қана көңілдес сияқтымын. Келіп шаруасын бітіріп кетіп қалады. Қайран жастық шағымай. Киноға түспегенде мұның бірі де болмас еді. Қартайғандарыңызда ақылдарыңызды айтып, жерден алып жерге салатындарыңызды білемін. Не дейін, барлықтарыңызға сабыр тілеймін. Маған да қиын. Ол кісімен бірге болу, арада жылдар өтсе де арамызда бала жоқ. Екеуміз де дәрігерге тексерілдік. Кінәрат ол кісіден болды. Бірақ мен керісінше кінәрат менен деп айттым. Шынымды айтсам, одан бала туғым да жоқ. Әрине, ол кісінің әйелі мені жек көрді. Қанша рет кешірім сұрадым. Кешегі күнге дейін кешірім сұрап келдім әпкеден. Жақында әпкемен сөйлесіп, екеуміз бір шешімге келдік. Құйтырқы жоспарлар құрып, әлгі кісінің менімен ажырасуына мәжбүрледік. Ол кісі дүние мүлкін жақсы көреді. Негізгі себеп, дүние мүлкіне тірелсе, ол мені де сатып жіберуге дайын. Кейбір тірліктері тіпті қанымда қарайтады. Менімен бір жерге барса, ақша санап тұрып алатыны, қанша жағдайы болса да түсір деп саудаласып кетеді мінездері тіпті жеркендірді. Сол дүние қоңыздығыма ақыр соңда көніп ажырасатын болдық. Біз бәрібір заңды некеде емеспіз. Жай ғана мені көңілдесі ретінде пайдаланды. Басы тәтті, аяғы ащы болды. Ойлап қарасам, көңілдестігімнің өтеуі ретінде айтарлықтай ештеңе де алмаппын. Бір бөлмелі үйді өзіне алып қалуға жанталасты. Мейлі деп қайтардым. Баста үйреніп кеткенше деп ескі көліп алып берген. Қазір оның лақсасы шығып тұр. Сатып ақша қылатындай да емес. Рас, әперген 3-4 алтыны бар. Бірақ жұмыс істей жүріп оны өзім де алатын шамам бар еді ғой. Жасырып керегіне көңілдесі бола жүріп, төсекте ойымнан да шығып көрмепті. Есесіне қанша уақыт жастық шағымды ұрлады. Мен мұны мақтанып жазып жатқаным жоқ. Жай ғана қыздарға сабақ болсын деп жаздым. Өтініш, тағы айтарым, біреуді қарғамай тұрып өзіміздің артымызда бала-шағамыздың өсіп келе жатқанын ескерейік. Сондықтан қыздар, мұқият, абай болыңыздар.